Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 132-ші сабағымызды бастаймыз. Бекіту. Судың адам өміріне қажеттілігі. Сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін қолданасың. Бірінші есеп. Өрнектері баған түрінде есепте. Олардың мәнін өз суретімен қойсан, төмендегі өлең жолдарын жазған ақында анықтайсың. Су деген тіршіліктің қаны емес пе? Су деген табиғаттың жаны емес пе? Су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат. Күміс су қара жердің сәні емес пе? 640 бөлінген 2. 6-ны 2-ге бөлгенде 3-тен береміз. 2 3 6. 4-ті 2-ге бөлгенде 2-ден береміз. 2 2 4. 0-ді 2-ге бөлгенде 0. 0-ді 2-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 320. 840 бөлінген 4. 8 4-ге бөлгенде 2 болады. 2 4 8. 4 4-ге бөлгенде 1. 1 4 4. 0-ді 4-ге бөлгенде 0. 0-ді 4-ге бөлгенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 210. 660 бөлінген 3. 6-ны 3-ге бөлгенде 2 болады. 2 3 6. 6-ны 3-ге бөлгенде 2. 2 3 6. 0-ді 3-ге бөлгенде 0. 0-ді 3-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 220. 620 бөлінген 2. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 болады. 2 3 6. 2-ні 2-ге бөлгенде 1. 1 2 2. 0-ді 2-ге бөлгенде 0. 0-ді 2-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 310. 390 бөлінген 3. 3-ті 3-ге бөлгенде 1 болады. 1 3 3. 9-ды 3-ге бөлгенде 3 болады. 3 9. 0-ді 3-ге бөлгенде 0. 0-ді 3-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 130. 430 көбейтілген 2. 0-ді 2-ге көбейткенде 0 болады. 3 2 6 болады. 4 2 8. Жауабы 860. 220 көбейтілген 3. 0-ді 3-ге көбейткенде 0 болады. 2 3 6. 2 3 6. 660 шығады. 110 көбейтілген 5. 0-ді 5-ге көбейткенде 0 болады. 1 5 5. 1 5 5. 550 шығады. 110 көбейтілген 9. 0-ді 9-ға көбейткенде 0 шығады. 1-ді 9-ға көбейткенде 9 болады. 1 9 9. 990 шығады. 110 көбейтілген 4. 0-ді 4-ге көбейткенде 0 шығады. 1 4 4. 1 4 4. 440 шығады. 130 көбейтілген 3. 0-ді 3-ге көбейткенде 0 болады. 3 9 болады. 1 3 3. 390 шығады. 230 көбейтілген 2. 0-ді 2-ге көбейткенде 0 шығады. 3 2 6. 2 2 4. 460 шығады. 220 көбейтілген 4. 0-ді 4-ге көбейткенде 0 шығады. 2 4 8. 2 4 8. 880 шығады. 240 көбейтілген 2. 0 2 0. 4 2 8. 2 2 4. 480 шығады. 210 көбейтілген 2. 0 2 0. 1 2 2. 2 2 4. 420 шығады. 480 бөлінген 2. 4-ті 2-ге бөлгенде 2 болады. 2 2 4. 8-ді 2-ге бөлгенде 4. 4 2 8. 0-ді 2-ге бөлгенде 0. 0-ді 2-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 240. 360 бөлінген 3. 3-ті 3-ге бөлгенде 1 болады. 1 3 3. 6-ны 3-ге бөлгенде 2 болады. 2 3 6. 0-ді 3-ге бөлгенде 0 болады. 0-ді 3-ге көбейткенде 0 болады. Аз айтқанда 0. Жауабы 120. Енді біздер шыққан жауаптарды өз суреті бойынша жазамыз. Олар 120, 130, 210, 220, 240, 310, 320, 390, 420, 440, 460, 480, 550, 660, 760, 880 және 990. Сандардың орнына сәйкес әріптерді қойған кезде осы өлеңді жазған ақынды табамыз. Ол бізде Мәриям Хакімжанова. Екінші есеп. Амалдарды баған түрінде жазып, өрнектің мәнін тап. 220 көбейтілген 2 азайтылған 880 бөлінген 8. 220-ны 2-ге көбейтеміз, 0-ді 2-ге көбейткенде 0 шығады. 2 2 4. 2 2 4. 440 шығады. 880 бөлінген 8. 8 8-ге бөлгенде 1 шығады. 1 8 8. 8-ді 8-ге бөлгенде 1. 1 8 8. 0-ді 8-ге бөлгенде 0. 0-ді 8-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 110. 440 азайтылған 110. 0-ден 0 алғанда 0 шығады. 4-тен 1 алғанда 3 болады. 4-тен 1 алғанда 3 болады. Жауабы 330. 990 бөлінген 3 қосылған 20 көбейтілген 4. 9-ды 3-ге бөлгенде 3 болады. 3 9. 9-ды 3-ге бөлгенде 3. 3 9. 0-ді 3-ге бөлгенде 0. 0-ді 3-ге көбейткенде 0. Аз айтқанда 0. Жауабы 330. 120 көбейтілген 4. 0-ді 4-ге көбейткенде 0 шығады. 2 4 8 болады. 1 4 4. 480 шығады. 330 қосылған 480. 0-ге 0 қосқанда 0. 3-ге 8 қосқанда 11. 1-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 3 қосқанда 4. 4-ке 4 қосқанда 8 болады. Жауабы 810. 860 бөлінген 2 азайтылған 930 бөлінген 3. 860-ды 2-ге бөлу керек. 8-ді 2-ге бөлгенде 4 болады. 4 2 8. 6-ны 2-ге бөлгенде 3. 2 3 6. 0-ді 2-ге бөлгенде 0. 0-ді 2-ге көбейткенде 0. Азайтқанда 0. Жауабы 430. 930 бөлінген 3. 9-ды 3-ге бөлгенде 3 болады. 3 9. 3-ді 3-ге бөлгенде 1. 1 3 3. 0-ді 3-ге бөлгенде 0. 0-ді 3-ге көбейткенде 0. Азайтқанда 0. Жауабы 310. 430 азайтылған 310. 0-ден 0 алғанда 0 шығады. 3-тен 1 алғанда 2 болады. 4-тен 3 алғанда 1 шығады. Жауабы 20.
640 бөлінген 2 қосылған 220 көбейтілген 2. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 болады. 2 3 6. 4-ті 2-ге бөлгенде 2, 2 2 4. 0-ді 2-ге бөлгенде 0, 0-ді 2-ге көбейткенде 0. Азайтқанда 0, жауабы 320. 220-ны 2-ге көбейтеміз. 0-ді 2-ге көбейткенде 0 шығады. 2 2 4 болады. 2 2 4, 440 шығады. 320-ға 440-ты қосамыз. 0-ге 0 қосқанда 0 шығады. 2-ге 4 қосқанда 6 болады. 3-ге 4 қосқанда 7. Жауабы 760. Үшінші есеп. Есепті шығар. Алғашқы шыққан кір жуғыш мәшине бір рет кір жуу үшін 20 литр су жұмсады. Қазіргі мәшине 10 рет кір жууға қанша литр су жұмсаса, алғашқы мәшине 4 рет кір жуу үшін сонша литр су жұмсады. Қазіргі кір жуғыш мәшине бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайды? Алғашқы мәшине 20 литрден 4 рет, қазіргі мәшине белгісіз литрден 10 рет. Алғашқы мәшине қанша литр су жұмсаса, қазіргі мәшине сонша литр су жұмсайды. 20-ны 4-ге көбейтеміз, 480 болады. 480-ді 10-ға бөлгенде 48 шығады. Жауабы, қазіргі кір жуғыш мәшине бір рет кір жуғанда 48 литр су жұмсайды. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. А нұсқасы: Динамо хауызы 20 бала қабылдайды, ал дельфин хауызы белгісіз, бірақ оған қарағанда 3 есе артық. Барлығы қанша бала? 20-ны 3-ге көбейтеміз, 3 есе артық деп айтты. Ол бізде 360 болады. Одан кейін 20-ға 360-ты қосамыз, 480 шығады. Жауабы, хауызда барлығы 480 бала бар. Балалар 360, ересектер белгісіз. Балалар ересектерге қарағанда 3 есе кем дейді. Және біздер олар бір-бірімен салыстырып, қанша кем екенін табуымыз керек. 360-ты 3-ге көбейтеміз, ол бізде 1080 шығады. 1080-ден 360 азайтқанда 720 шығады. Жауабы, балалар ересектерден 720-ға кем. Бесінші есеп. А нұсқасы: Әлия мен Сырым әр отбасы бір тәулікте қанша литр су жұмсайтынын анықтау үшін зерттеу жүргізді. Сырымның отбасында 4 жан, ал Әлияның отбасында 3 жан бар. Зерттеу нәтижесі кестеде берілген. Кестедегі мәліметтер бойынша топтағы оқушыларға арнап сұрақтар құрастыр. Сырымның отбасында бір тәулікте барлығы қанша литр су жұмсайды? Ол бізде 74 литр. Мінекей, бірінші сұраққа жауап бердік. Келесі сұрақ: Әлияның отбасында бір тәулікте тамақ пісіруге қанша литр су жұмсайды? Қараңыздар, Әлияда тамақ пісіруге мінекей жазылып тұр, ол бізде 10 литр дейсіз. Көрдіңіз бе? 10 литр. Келесі сұрақ: Сырымның отбасында бір тәулікте басқа қажеттіліктерге қанша литр су жұмсайды? Басқа қажеттіліктер ол бізде 23 литр. Мінекей жазып қойдық. Осылай біздер сұрақтар құрастырдық және олардың жауаптарын жазған болатынбыз. А нұсқасы: Сенің отбасында суды қалай жұмсайды? Зерттеу жүргізіп, нәтижесін кестеге түсір. Топта зерттеу нәтижелеріне талдау жаса. Суды қалай үнемдеуге болады? Өз пікіріңді айт. Қараңыздар, мысалы, біздің отбасында деп алсақ, онда тамақ пісіруге 11 литр, ішуге 7 литр, ыдыс жууға 7 литр, жуынуға 19 литр, кір жууға 6 литр, басқа қажеттіліктерге 20 литр, және олай болса барлығы 70 литр жұмсаймыз дейік. Құрметті оқушылар, біздер мысал ретінде осы кестені толтырған болатынбыз. Өздеріңіз зерттеу жүргізіп, өзіңіздің отбасыңызда мысалы тамақ пісіруге, ішуге, ыдыс жууға қанша литр су жұмсайтыныңызды анықтап, осылай жазып, өзіңіз таба аласыз. Бізге сұрақ қойған болатын: суды қалай үнемдеуге болады? Соған бір-екі мысал жазайық. Жеміс жидек, көкөністі арнайы ыдысқа салып жуу арқылы да біраз суды үнемдеуге болады. Тіс тазалаған кезде бір стақанға ғана су құйып алып, сонымен ғана тазалау. Сонда су бұрысқа ақпайды. Алтыншы есеп. Өрнектерді салыстыр. 930 бөлінген 3 қосылған 8 көбейтілген 9 және 930 бөлінген 3 қосылған 56. 930-ды 3-ке бөлеміз. 9-ды 3-ке бөлгенде 3 болады. 3 үшім 9. 3-ті 3-ке бөлгенде 1, 1 үшім 3. 0-ді 3-ке бөлгенде 0, 0-ді 3-ке көбейткенде 0. Азайтқанда 0, жауабы 310. 8 9 72, 310-ға 72-ні қосамыз. 0-ге 2 қосқанда 2 болады. 1-ге 7 қосқанда 8 болады. 3 жазып қоямыз, жауабы 382. Келесі: 930-ды 3-ке бөлгенде 310 екенін білеміз, оған 56-ны қосамыз. 0-ге 6 қосқанда 6 болады. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 3 жазып қоямыз, жауабы 366. 310 көбейтілген 3 қосылған 26, 310 көбейтілген 3 қосылған 8 бөлінген 4-тен артық болады. Себебі 310-ды 3-ке көбейтеміз, 0-ді 3-ке көбейткенде 0 болады. 1-ді 3-ке көбейткенде 3 болады. 3 үшім 9 болады. 930-ға 26-ны қосамыз. 0-ге 6 қосқанда 6, 3-ке 2 қосқанда 5 және 9 жазып қоямыз, жауабы 956. 930-ға 20-ны қосамыз. 0-ге 0 қосқанда 0, 3-ке 2 қосқанда 5, 9 жазып қоямыз, жауабы 950. 130 көбейтілген 2 азайтылған 28 бөлінген 7, 130 көбейтілген 2 азайтылған 2-ден кем болады. 130-ды 2-ке көбейтейік, 0-ді 2-ке көбейткенде 0 болады. 3 2 6, 1 2 2, 260 шығады. 260-тан 4 азайтамыз, яғни 28 7-ге бөлгенде 4 болады, 260-тан 4 азайтамыз. 0-ден 4 азайтылмаймыз, 6 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-нан 4 алғанда 6 болады, 5 жазып қоямыз, 256 шығады. Келесі, 260-тан 2-ні азайтамыз.
нөлден екіні азайта алмаймыз, 6 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмекке береді, 1 ондық 10 бірлік келеді. 10-нан 2 алғанда 8 болады, 5 жазып қоямыз, 258 шығады. 680 бөлінген 2 қосылған 5, 680 бөлінген 2 қосылған 30 бөлінген 6-ға тең болады. 680-ді 2-ге бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 болады. 2 3 6. 8-ді 2-ге бөлгенде 4, 4 2 8. 0-ді 2-ге бөлгенде 0, 0-ді 2-ге көбейткенде 0. Азайтқанда 0, жауабы 340. 340-қа 5-ті қосамыз, 0-ге 5 қосқанда 5 болады, 4 жазып қоямыз, 3 жазып қоямыз, жауабы 345. 7-ші есеп. Түйінділерді шеш. 4 көбейтілген x тең болады 787, азайтылған 347. 787-ден 347-ні азайтамыз, 440 шығады. X табу үшін 440-ты 4-ке бөлеміз, ол бізде 110 болады. X орнына 110 қоямыз, 4 көбейтілген 110, 440 шығады. 787-ден 347-ні азайтқанда 440 шығады. 654 азайтылған y тең болады 310 көбейтілген 2. 310-ды 2-ке көбейткенде 620 шығады. Y-ті табу үшін 654-тен 620-ны азайтамыз, ол бізде 34 шығады. Y-тің орнына 34 қоямыз, 654 азайтылған 34, 620 шығады. 310 көбейтілген 2, 620 шығады. 240 қосылған x тең болады 340 көбейтілген 2. 340-ты 2-ке көбейткенде 680 шығады. X табу үшін 680-ні 240-ты азайтамыз, ол бізде 440 шығады. X-тің орнына 440-ты қоямыз, 240 қосылған 440, 680 шығады. 340-ты 2-ке көбейткенде 680 шығады. 8-ші есеп. Бос орындарды толтыр. Мінекей, бос орынға 3-ті қоямыз, 230-ды 3-ке көбейтеміз, 0-ді 3-ке көбейткенде 0 болады, 3 шым 9 болады, 2 3 шым 6, 290 шығады. Келесі, бос ұяшыққа 4-ті қоямыз, 410 көбейтілген 2, 0-ді 2-ке көбейткенде 0, 1 2 2, 4 2 8, 820 шығады. 860 бөлінген 2, 8-ді 2-ке бөлгенде 4 болады, 4 2 8, 6-ны 2-ке бөлгенде 3, 2 3 шым 6, 0-ді 2-ке бөлгенде 0, 0-ді 2-ке көбейткенде 0, азайтқанда 0, жауабы 430. 690 бөлінген 3, 6-ны 3-ке бөлгенде 2 болады, 2 3 шым 6, 9-ды 3-ке бөлгенде 3, 3 шым 9, 0-ді 3-ке бөлгенде 0, 0-ді 3-ке көбейткенде 0, азайтқанда 0, жауабы 230. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.